Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Ғасырлар бойы біз мәңгілік қозғалтқыш идеясын іске асыруға тырыстық, және Леонардо да Винчиден Томас Юнг сияқты данышпандар бұның мүмкін еместігін дәлелдеп келеді. Әйтсе де, біз әлі күнге дейін өз қабылдауынан гөрі қуатты көбірек бөліп шығаратын машина бар деген идеяға таңғалысымызды жасырмаймыз. Бірақ сіз білетіндей, тегін ірімшік тек тышқан қақпанында болады. Өйткені мәңгілік қозғалтқыштың бар екендігі туралы идеяның өзі термодинамиканың заңдарына қайшы келеді. Ал термодинамика заңдарын бұзудың қиындығы сол, оларды бұзу мүмкін емес. Сондықтан, егер кімде-кім келіп, мәңгілік қозғалтқыш ойлап тапқандығы туралы мәлімдеме жасаса, ал ғаламторда мұндай хабарландырулар өте көп. Сіз оларға шүбә келтіруіңіз керек. Осылайша, біз сіздерге мәңгілік қозғалтқыш туралы аңызды қалай жоққа шығаруға болатын қарапайым нұсқаулықты ұсынамыз. Нөмір бірінші сабақ. Егер кімде-кім сізге мәңгілік қозғалтқышты сатуға тырысса, онда одан әрқашан жасырын қуат көзін таба аласыз. Кейде бұны істеу қиын. Себебі қозғалтқыш энергияны өте баяу жұмсайтындығы соншалық, тіпті мүлдем оны тұтынбайтындай көрінеді. Сондықтан бұл жағдайда сізге күтуге тура келеді. Ішуші құс осы түрдің жарқын мысалы. Бұл жерде энергияның қай жерде пайда болатындығын түсіну қиын. Алайда егер сіз ұзақ күтсеңіз, бәрі орнына келеді. Біздің ұшпайтын досымызға арналған отын шын мәнінде су болып табылады. Бірақ оның қозғалысты жалғастыру үшін суды пайдалану жолы таңғажайып, және оны бірден түсіну оңайға соқпайды. Мұнда екі негізгі жүйе жұмыс жасайды. Біріншісі, бұл буланумен байланысты сыртқы жүйе. Құстың басы сумен толтырылады. Содан кейін бұл су буға айналады. Егер сіз қара терге түсіп жұмыс істесеңіз, сұйықтық буланған кезде қоршаған ортаны салқындататындығын көресіз. Екіншісі, қызыл сұйықтықпен байланысты ішкі жүйе. Бұл сұйық өте ұшпа және бөлме температурасына жақын қайнау нүктесі бар. Ол бастың температурасына байланысты. Құстың мойнымен жоғары және төмен жылжиды. Бас суық болған кезде сұйықтық жоғары көтеріледі, ал қызған кезде сұйықтық төмен ағып кетеді. Бұл құстың ауырлық орталығын ығыстырады. Оған судың қоры таусылмайынша тербелісті жалғастыруға мүмкіндік береді. Осылайша, мәңгілік қозғалыстағы бұл машина үшін энергияның жасырын көзі қарапайым су. Екінші сабақ. Жасырын қуат көзі бар. Бұл өте айлакер машина. Егер сіз мұна жерден сәл түртіп қалсаңыз, ол ауытқу шегін арттыра бастайды. Осылайша сіз бір кішкене нүктеден үнемі артып отыратын қозғалысты аласыз. Алайда бұл маятниктің де ғаламтордағы басқа мәңгілік қозғалтқыштар секілді көзге көрінетін үлкен тіреуші бар. Егер біз оның ішіне көз жүгіртетін болсақ, ішіне жасырынған батарея, электромагнит пен транзисторды табамыз. Біз Фарадейдің Корольдік институтында жасаған жаңалығының арқасында қозғалатын магнит орауыштағы тоқты тудырады деп білеміз. Егер сіз оны транзистор секілді ауыстырып қосушы құрылғысына қоссаңыз, тіреуіштегі катушка маятниктің магнитін итеріп, қозғалуды жалғастырады. Тіпті қозғалысты арттыруға мүмкіндік береді. Оны қайта қалпына келтірейік. Сөйтіп қайтадан іске қосайық. Маятник катушкадан әр өткен сайын транзистор электромагнитті қосуға пайдаланатын кішігірім ток тудырады. Маятник әр өткен сайын ол кішігірім соққалады. Маятник кері қайтар жолында электромагнитті қайта сөндіре отырып, электромагниттің өшуіне септігін тигізеді. Осылайша әр тараптан соққалады. Электромагниттің жұмысы электр энергиясының бар екендігін білдіреді. Ал ақыр соңында батареяның тоғы таусылады да ешқандай да мәңгілік қозғалтқыштың жоқ екендігіне көз жеткізесіз. Және ең бастысы, жасырын энергия көзі бар. Шынайы мәңгілік қозғалтқыш өзі тұтынатынынан көп мөлшерде энергия шығару керек болады. Ал бұл энергияның сақталатындығын көрсететін термодинамиканың бірінші заңына қайшы келеді. Осы бейнені зерттеп, өздеріңіз қазір көріп отырған ғаламтордан алынған осы құрылғы сынды кейбір жабдықтарды қайта іске қосуға тырысты. Алғашқыда қарапайым болып көрінеді. Сіз кейбір магниттерді компьютердің желдеткішіне қосып, оны басқару үшін басқа магнитті қолданасыз. Және міне, бірақ бұл нағыз көз бояушылық. Бұл жеңіл сиқыр немесе оп-оңай ептілік. Бұны камераның алдында жүзеге асыру қиын емес. Мысалы, бізде кадрға түсірілмейтін жұмыс жасап тұрған желдеткіш, немесе екінші сабақтағыдай батарея сияқты жасырын қуат көзі болуы мүмкін. Біз тапқан мысалдардың көбінде өмірде кездеспейтін, тіпті жоқ магнитті монополь тәрізді нәрселер туралы ескертіледі. Егер олар бар болса, онда олардың жергілікті шаруашылық дүкендердегі қолжетімділігі туралы айтпағанда, қарапайым материалдан жасалатынын білер едіңіз. Шындығында, осыған ұқсас мұндай мәңгілік қозғалтқыштар ешқандай сынды көтере алмайды. Себебі онда әрдайым жасырын қуат көзі болады.
Осылайша, егер осы бейнеден өзіңіз үшін пайдалы бір нәрсе алсаңыз, онда ол жасырын қуат көзінің бар болуы мүмкін деген пайымдау. Және біздің мысалдарымыз сіздің мәңгілік қозғалтқыштар туралы аңыздардың ақылға қонымсыз екендігіне сендірді деп үміттенеміз. Ғылым мен ғылыми дәлелдемелердегі ең таңғаларлық нәрсе, олар қайталануы керек. Оларды әрдайым жаңғыртуға болады. Егер сіздің қозғалтқышыңыз жұмыс істеп тұрса, оны бөлшектеп, оны қалай жұмыс істейтінін түсініп, кез келген адамның жасап шығаруына мүмкіндік бар. Сондықтан, егер сіздердің біреуіңіз өзінде мәңгілік қозғалтқыш бар деп санайтын болса, оны бізге көрсетіңізші. Бірақ оның жасырын қуат көзі жоқ екенін дәлелдеңіз. Назар аударғандарыңыз үшін рахмет, және осы бейнемен бізге көмектескен Том Скоттқа рахмет. Егер сіз мәңгілік қозғалтқыштар туралы көбірек қызықты ақпаратқа қанық болып, Томның мұрағатымызда тапқан нәрселерін көргіңіз келсе, оның бейнесін тамашалаңыз. Және қызықты ғылыми бейнелерді көру үшін жазылуды ұмытпаңыз. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.